Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бұл Summer of 58 ойыны. Бұл айтқан кезде 58-ші жылдың жазы. Бұлай қазақшасы, я? Мен қасымда бүгін Ерасыл, менің әпкем. Біз бірге осы ойынды ойнайын деп жатырмыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Так, мына жақта не көрсетіп отыр бізге сонда? Я обшарил все углы, но так и не нашел никаких доказательств, подтверждающих паранормальную активность в этих домах. Теперь я следую заброшенный пионерский лагерь в России по просьбам своих подписчиков, чтобы выяснить, правдивы ли слухи. Говорят, что, блядь, өткізші, блядь, қалай өткіземіз? Сабы хор ойнауға келдім ма мен, шешесі кітап оқуға емес. Отырақ енді шеше кітап оқып. Баша. Говорят, в этом месте есть призраки погибших людей. От рук одного проживавшего его самого так и не нашли. Тела тех людей тоже не найдены. Местные жители обходят это место стороной, а те, кого коснулись, эта трагедия не дает открывать двери этого здания в память погибшим и пропавшим. Я приехал в Россию, чтобы разобраться в прошедшем, выяснить, правдивы ли слухи, найти этому доказательство. Соблюдая свою традицию. Ай. Чат ебать, ойынның качествосы не хуёвый екен, Amiga Games Presents. Respect. It's lager исследование. Высокое напряжение дейді. Не іздеу керек, Ерасыл бізге. Короче, басылатын не бар, соны іздеу керек қой, я. Так. Ну, лагерь ма, сонда? Родительский уголок дейді ғой, Угол родительский жез. Родительский уголок жез. Мына жерді кішкене жинап қоймай ма, Бірақ ешкім тұрмайды. Нахуй жинайды осы. Не бұл, Ера? Аннен. Кто-то кормил тут кошку. Кто-то кормил тут кошка? Ой, жүріп тұр. Мышық жатыр ғой бір жерде. Мышықтың дауысы шығып отыр, құдай ақы. Пырылдап отыр мышық. Справа. Мурлык. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Ой! Словарь! Ты где? Словарь, ты где? Ух, бля, мынау не шешең, Мышық қаны? Шыққан. Мысық осы жерде жатыр бір жерде. Бля, мына свет ше, бетке ұрып отыр да, бірақ ше, жақсы жері. Бір шешесі сіген, бір светің жоқ екен да. Нахуй бұндай компьютер сағаныз. О. Так. Жүзі сүйрет тұр ғой, сүйретті арып етінде. Біреу телефон мәселесі тұр, кішкентай бала. Былай қарасақ. Ит наушник тағып алған ба? Жоқ, маған соны нәрсе көрініп отыр, құдай ақы. Жөнна бала телефон мәселесі тұр ғой. Мынау, анау ит. Анау мұрны наушник тағып алған ит қой, короче. Ладно. Бір жағынан бәрі дұрыс, бір жағынан амаделе. Хай! Нақа кіретін сияқтымыз. Есті бұз. О, шеш. Сындыр шешесі сен кемес қа бұлар. Пысылында бұл. Мінезін көрсетіп отыр ғой. Отақ бас. Так, кім түшіп кеткен мына сонда? Кухня и нахуй, блядь, нема? Унитаз? Или мынау горшок па? Горшок па. Горшок па бұл. Ерасыл горшок па бұл. Сонда кезінде осындай горшок қуады қама балашаға. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сирот. Жетімдер үйі болған. И также жила странная девочка, которая боялась воды. Она не мылась и не ходила на речку. Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться, связали ей руки и облили водой. Она очень сильно испугалась и убежала. Много дней ее не могли найти и решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась в пижаме, вся мокрая, и убила всех, кто над ней издевался. После этого ее дух в полнолуние появляется в ванной комнате. Ванна, да. Ванна емес бұл. Но ванна емес па? Бұл Ну не, туалет па? Туалет. Уважайте труд уборщиц.
Окей. Гениально, да, братан? Кішкентай балдарға уважать етіп. Мусор в раковину не бросать. Хорошо. Окурки не бросать. Темекі шеге ма сонда кішкентай балдар? Прикинь. В натуре демек. Еще қандай темекі десе? Marlboro X-Style дейді. Marlboro X-Style ма? Marlboro мен Winston коллаборация жасаған ба одан? Иә. Есік ашып шығып отыр. Ей. Мінезін көрсетіп отыр анау бізге же. Талма. Чат, стрим қызық болып отыр ма? Алло. Жеге, чат, стрим қызық болып отыр ма? Мінездерін көрсетіңдерші кән. Четко дейді, әдемі. Жоқ дейді. Жоқ, Ерасыл жоқ дегендер телефонмен жай баң атықшы бәрін біртіндеп. Хорошо? Кім жоқ деп отыр, соны біртіндеп баң атықшы. Пермач. Стрим қызық болып отыр ма? Өз ойларыңды айтыңдаршы. Я жоқ, чисто сендердің ойларыңды білейін деген ғой. Мен просто сендер маған өте андай қадірлісіңдер. Дальше куда бізге? Бля, хуй знает, родной. Білетіндер бар ма? Айналған шақ комната. Үш комнатаны шеше айланып жүрміз ғой. Может, бағанағыда есікті ашатын жарық бір жер. Бұл жақтікі емес енді шлей. Ей, ана, артқа. Ана щитокты қосшы. Здание цвета перегорелости. Ана жақта сияқты, сол жаққа баратын сияқтымыз. Не болса да ше. Кім жүгіріп өтті? Ауыр бірдеңе ашылды. Мияқта мышық жатыр бір жерде. Мысық жатыр, естіп тұр. Темекі шегіп тұстаған. Шенің... Өтіп алайықшы мына жерден. Сәл. Тұр екен ғой, есік бар екен ғой. Бір свет, бір фонарик жоқ па бұл жақта? Спичка жағып атсы ма телефоннан? Қараңғы болып тұр ғой мына жер. Спичка жоқ па? RFE. Көзінде зумы бар ма? Не ойлайсыз? Білетіндер бар ма? Чат не істейміз? Мұжық? Төбеде жатыр ғой мұжық. Көрген? Мұрлық. Мысық төбеде жатыр. Жаңа суретті қарашы дұрыстап. Қайсы суретті? Қай жерде еді ол? Нан оқып көрмейміз ғой, бағанағы анау. Газетті. Пайдасы жоқ нәрселер сияқты ол газет деген сияқты. Может, масқа тиісіп көреміз. Төбе жақта бір-бірін істеп жатқан сияқты дауыс шығады. Нені дұрыстап қараймыз, Не дұрыстап қарамадық біз? Қасында қыз ғой анау. Телефонмен біреу сөйлесіп жатыр, қара. Қасындағы мынау либо қыз, либо көрді ме көзі. Қыз, либо кукла. Нихуя қызық жоқ. Құрше бар, шеше. Кече бар. Сенде видеокамера бар дейді. Оны қалай қосамыз? Мама. Я испугался и не знал, что этим все закончится. Я доверял и верил ей. Моя подруга Аня, мне так жаль. Прости меня за то, что не смог остановить это. Ок. Через камеру можно видеть в ночном режиме. Камера қалай қосамыз? Камера қалай қосады? Настройкадан ба, может?
Альтап дейді. Натури басып көріп жатсың ба? Жоқ, қазақша тілде тұрған жоқ па деп жатырмын да, бір-екі басылмайды. Натури басып көріп жатсың. Шығып удалить етіп жатсың ба ойында? Ой, деп жена, удалить et. Жақсы стрим Ой. бітті. Мана. Ох, бля, мынау кім е? Отақпас. Сен кімсің? Сен қандай ит тапып келгенсің, е? Көзім сүртпекші болған ғой, бір адам болған. Жай көтін сүртпекші болған, Натури, е? Мыжған ғой наны, короче. Жасап жұмсақ кетсін деп ше. Йогурт, спичка қалай шеше? Зайбал дос баланың үйі ғой. Сенің дос баланың үйі ма мынау? Дос балаң. Ері. Так, қарақ көріп отырсың ба? Брусия, ойнайтын не шөп өсіп кеткен. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Туп бар сол. Брусия, қара, просто әшейін ойнайтын алаң Брусия шөп өсіп кеткен. Іші бұны шөп жүр. Болды. Подсказка керек бет бізге как раз. Түсіндің ғой, мен пиздец түсіндім. Қазір мен табам. Кеттік шешең. Қана, Брусия. Ол Брусия деген ол... Бағана игрушка қажет жатқан, бір жерде жатыр еді ғой, одақпас. Мына жерде жатыр еді ғой, жаңа бір не игрушка ма? Бұл не қашық бетті я сосын? Шеше тұра береді екен да бұл. Бүйтіп фтер дигілмен банқ еткізсің. Қалдыңнан дигіл шығарып жатсың ба? Дигіл шығарып ше. Чат білетіндер бар ма, е? Камераға түсіріп отырасың. Кән камераң қалай қоса да? Вот камераң қосақшы. Просто управление мышей, графика настройка видео, все. Дым жоқ та басқа. Столда камера болады, соны қосасың. Ал енді шеше, столда камера іздеді. Жоқ, бұл өзі блогер да. Нужно взять в руки маленькое зеркало и ставить напротив большого, чтобы получить коридор. 3 раза. Босоногая леди, покажи мне мою судьбу, а я взамен отдам свои туфли. Нужно взять в руки маленькое зеркало и встать напротив большого. Кішкентай айнаны алып, кішкентай айна керек қой енді. дәу айнаның алдында тұрамыз ба сонда? Так, мышықты біреу аяқтан қуып жатыр, е? Ну, күзде как будто похуй. Сен ба? Сен ба? Англо-русский, ана бәрін оқышу керек қайттан енді. Я делал перевод некоторых русских книг. Оқи береміз ба? Бля, сен ана ойыннан кейін уже маған жаман не қалдырған бұл же. Андрей. Так, не? Туалетке баршы, братан, туалеттің терезесін сындырды біреу же. Қотаққа тасатып жоқ, мышық мяу деді ғой. Значит, мына жерде сындырма. Сынды ғой, братан. Одан барып мяу. Левый контур присесть. Свеча. Будет полезно, когда наступишь. Мышыққан! Я тебя понял. Мышықты біреу... Мына қотақ мына жақта жүр ғой мынау! Достар. Туалетте жылы бір нәрсе болды, братан же. Туалетте ма? Мектеп кезде туалетте всегда бір нәрсе болатын еді ғой. Төбелес, ұрыс, керіс. Бүкіл туалет бәле батардың бәрі туалетте болады. Постоянно же. О. Жақсы подсказка екен, ә, братан? Пиздец подсказка. Мынау, короче, андай ғой. Или былай екінің астынан, үстінен ұстап флаг істейтін ғой, андай. Я. Мен бүгін бұл ойнағамыз бұндай. Пиздец. Бірінші орын алатын мен. Ойлашы. Мен камераны қалап отырмыз. F шығар, может. Камера негізі зарядкасын құртпай. Зарядкасы жоқ сияқты ғой. Жоқ, зарядкасы жоқ. Мына реликвия ма бір ойлаймыз ба? Сондай ұқсайды. Біреу құлағыма дышат етіп тұрған сияқты. Ушной кайф істеп жатқан сияқты. Сәлеметсіздер ме? Кім мына жақта терезені сындырған, а? Кім? Шешенің 7-ші кластың балдар ма бәрін істеп жатқан?
Так, аптечка. Аптечкада дым жоқ. Парацетамол. Так, жаңағы біздің қыз қайсы? Қайсы деп ойлайсың десе. Бля, қайсы деп ойлайсың? Білем, сука, түрін подозрительный мұрты бар. Шетте тұрады ғой олар ше постоянно. Сол шетіндегі сол сияқты. Директорды шақыр Алио. Айрат қазір дейді. Кім, бізді ма? Акцент мектеп. Қайсы шеше. Тышып кеткен, сиіп кеткен, Темешек біткен. темегін шегіп кеткен, үйтіп кеткен, бүйтіп кеткен. Жоқ, сол қай жердің терезесі сынды, сол қызық болып жатыр ма? И потом қандай қақтан? Нужно найти зажигалка. Зажигалка. F-та басып зажигалка. Темекі шеккен жерлерді іздейік та. Примерно сондай жерде болады ол. Акцент. Көрші. Анау тұр астында. Көрініп отырған гений. Зажигалка почти пуста. Я не смотрю. Бля, оқи алмағансың вообще. Не дейді зажигалкадан кейін нені іздеу керек жеке? Пустой ма сонда анау? Пиво ішіп кеткен ғой. Отақ бастар Ішіп кеткен, короче. Ішіп, пиво ішіп кеткен. Ортаңғы жер бар ғой, қараңғы болып тұрған. Сол жерге барасың, түнерге түсесің дейді. Түнде? Күтеді тұрмас, жағаяқтан әже, дөйті оқсайтын сияқтымызға. Абырдан. Қақтан туннель көріп тұр шеше. Ана, барып көш па ана неге, свечаларға. Осы свечаны жандыру керек сияқты. Теперь я могу зажечь свечи. Зажигай. Зажигай. Контрол басып отыр. И? Не ал, шашлик пісіреміз ба, не істейміз бұған? Теперь я могу расстелить спальный мешок. Мешок? Так, спальный мешок. Не қажет өзізім ба? Осы жерге жатайын деп отыр ғой, мына далбайы. Нужно готовиться к ночи. Бұл далбайып ұйықта. Үйің жоқ па, шеше? Осы жерге ұйықтайын деп отыр ғой, прикинь. Ночь первый. Ночь первая. Давай, енді сен кет. Акцент мектеп. Так, Түнде оянды, сигісі келді. камера. Мирас сига алмаған бедім. Как обычно, бұл жақта еш нәрсе жоқ. Штатив қойып қойған ба? Өз-өзіне ма? Сонда ұйықтаған кезде, я. Бір неқтан необычно бір нәрсе іздеу керек қой, бағанаға қарағанда ше. В принципе, все как обычно сияқты. Өзінің темекісі, андай, мындай. Туалетте алатын нәрсені бәрін алып қойған сияқтымыз да біз ше. Матрешка. Матрешка. Кілт па бірдеңе тұрған жоқ па? Бағана ше. Сурет па? Кім бұл? Алло. Бұл шеше. Мынау пиздеш жатыр шеше әлден бер. Бұл да ұйықтап алды ғой, бір ше. Аяқтан бірі. Мен ғой дейді. Не алып жүрсің сен? Мына шешенің. Қаяқтасың? Қараңғыдан. Мына құлтақты бәрі шашылды. Баладан. О май гад. Есік жабық па? Құлтаула. Ана қотақпас жоқ. Есікке барып кетсем жоқ. Братан, не істейміз? Сука, бір нәрсе болатын сияқты жағыз. Қазір көтімізді айыратын сияқты. Біреу дем алып жатыр құлағымызға ері. Қатқаннан жата бір нәрсе не қылдым мен ше. Қатқаннан? Дың, бұрған кезде сәл стоп. Сәл фриз болып қалды. Телевизор звондап жатыр ше. Ол жабық. Қақта? Телефон аяқтан. Оқ, бля! Эй! Басына өжесін бәтшәлеп. Жаңағы
питамен ұрған сияқты дауыс шықты. көтіне бір бәлет Тоңқота қалды. талдырды ғой. Түрсіге кетті ғой. О май гад, my head. Ағылшынша білемін. О. Как я здесь оказался? Хуй знает, брат. Здесь болды ғой кеше барады. Ішіп ап, шуладың ғой сен кеше. Бля, видеокамера жоқ, қайтадан начну видеоңыз. Бағанада ақша бермеймін. Кроваттан тұрды, я? Походу. А жоқ, я. Бұрыштан тұрды. Бұны ұрып, талдырып, ұйықтатып кеткен. нахуй ана жерге жатып, нахуй келіп жатса деп жатқызып кеткен ғой ана жақ. Нахуй жерде жатсын. Түсінбей қалшы, оянғаннан кейін түсінбей қалшы тамыр деген ғой. Моя видеокамера. О, no. Бля, прикинь, Ера, сен видеокамераның біреу сындырып кетсе не істейтін? Тебе здесь не рады. Хорошо. Понял. Ок. Ана Хасан не ана жатыр? Англия... Кроватьқа барып өлгенше ұйықташы дейді. Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи, я должен выяснить, что здесь происходит. Ну, давай выясним, нахуй, что тут происходит. Жүрген ана қызбен машина выяснить деді. Өлең дедір. Кетесің ба? Не батыр? Өлең дедір. Айтпай бат. Дауыс жақсы екен ба? Твою мать. Ебать, ішіп кеткен ба? А, қой сойған ғой. Нужно осмотреть. Чё тут смотри? Ана қыз өлең айтып отыр, прикинь. Мына матрешка. Дауысы четко шығып жатыр ғой, что-то я. Пара-пара көбейіп жатыр сияқты болады, мне кажется, ше. Или мне так просто, мне так кажется. Езін көресің бе, по-моему? Бірдеңе іздеп көріп. Қарғаны да өлтіріп кеткен ғой, прикинь. Қарғада несі бар деймін да. Осуждаем, пацаны. И девушки. Суретке қарасай дейді, суретке? Қандай суретке? Это же болды дұрыс. Я не закончил осмотреть комнату дейді. А, я не закончил? Не закончил дейді. Қай суретке? Мынау Так. суретке? Мынау суретке. Будь чист. Так. Мынау суретке. Ну, ілініп тұрған суретке қарашы. Не, будь чист. Это опрятный пионер показ во всем примере. Все окей. Арқа суретті қарашы. Жақында шығар. Ребята, ваша шалва огнем приводит к пожару, дейді. Все, понял. Подсказка ғой. Зачем портишь? Не знаю. Ты нахуя это портишь? Зачем портишь? Я не знаю. Ана Ленин. Есенин написан. Я не закончил, чё Чё ты хочешь? Прочитать. Сүй десең не істейсің? Язык Тургенева толсын. Ана бана зум қандай еді братан? Е. Оқисың ба? Болды ғой шеше бітті ғой нақтап. Может, Постерлар. емен жақындап оқиды шығар, может. Ты хочешь выйти? Не бар, жеге мияқтан білетіндер бар ма? Не бар. Отец фирменный биіңді билешті. Неге қиналып отырсыңдар, айналысыр. Қазір. Біз ақылды, я? Терезеден. Неге қиналып отырсыңдар? Терезеден. Сындырды қашып кетсеңдер дейді ғой, бля. Ок. Ок. Мына сурет па еле? Так, түлкі қолына таяқ ұстап алған, таяғы өшіп кеткен. Сушидің таяғы. Су ішкені. Так, мынау, не мынау? Матрешка. Мынау
мына сурет гүл. С днем рождения дейді. Так, тағы бірдеңе өткізіп қойдық па, Ерасыл? Директор пионерского лагеря «Юность» Мария Анатольевна А. пропала, как и остальные проживающие. Мария и раньше заботилась о детях в приюте для сирот в 1944 по 50 год. Она была воспитателем и медицинской сестрой, которая отдавала себя только работе. Дисциплина для нее была важнее всего, поэтому родители доверили ей своих детей. Все понял. Дальше. В общем, короче, Мария жоғалып кетті. Мария апай. Енді шығуға болады. Хорошо, давай сделаем по-твоему. Пиздец, міндет қолың. Мінезін көрсетіп жатыр ғой. Соны айтамын. Екінші комнатаға кірмейміз ба, әлі? Напротив ше. Бұл жерге кіріп қойдық қой. Енді қақа барамыз, ешім. Предохранитель. Так, нужно найти предохранитель, плюс ищи его в комнатах, открой заваленную дверь, осмотри шкафы, установи его в электрический щит, свет включится, после этого снова ложись спать, дейді. Ищи его в комнатах, открой заваленную дверь, дейді. Родной? Заваленная дверь. Көріп тұрсың ба? Заваленная дверь. Заваленная дверь деген құлаған есік қой, Завал есікті, короче, шкафчиктерден іздейсің ғой, короче. Мақта жоқ па есік? Так, біреу жазып. Турасында суреттерге қарап, стол бар, соған отырып тышып жеңіл дейсің дейді. Бля, мен малды еркекше андай бір серьезно оқып жатырмын ғой ше. Наумес па? Ой. Гандон. Чоу Girl, в этом клубе просит снять очки. Батя, қашан Free Fire ойнайсың? Бля, біреу натуре маған ше 100 000 донат жазса ше Free Fire ойнайым ше стримда. Прикинь, Free Fire әке етіп жатсың. Оттяжка кімде бар деп? Оттяжка. Бега, Онсыл, сықтың. Free Fire едет сатам. Оттяжка настройк сатам. Анау телаға қарасай сол кезде тышасың. Ой, құршы. Унитаждың ішін қараш дейді. Лагерь ма? Сен әр сайын, ай сайын баратын лагерім ғой. Жақша өрді. Еще ақша төлейсің. Лагерға бардың ғой, саған ақша өрді. Кеч біреудің бір қыз бар шеше аны түнде шығады сол. Судан қорқады ешеу деп ше. Кеп шеше. Отец, назови, представься дейді. Оп, но не. Отец! Наумес па? Предохранитель ғой сол ера. Кубик-то, короче. Под двухъярусной кроватью в одной из комнат, куда ты попадаешь после снятия досок, заваленной дверью. Ага. Под дейді. Астында деген ғой, короче, олай. Под деген асты деген сөз ғой, тамыр. Нат деген үстіне деген сөз. Нат деген Жақта жатамайсың ғой. лағман деген сөз. Ладно, кешірім сұрайын. Берегите руки. Отец! Қайда, родной? Зачем вы меня? Екеуі бір наушник отырды, тау түсіп кеттік па? Білмеймін ғой, Ерасылдың шеше сетапының жағдайы жоқ па? Наушнигі жоқ қой. Мал, осуждаю. Осуждаю, мал. Оқып отсам қотақпас. Неғып шеше ақиқат іздеген сияқты іздеп жатыр. Ана предохранительді, еп твой. Мен өмірлігі. Шешені қай жерге тықып кеткен шешесіген. Мен олай папамды іздемеген. Соны айтам шеше. Мен олай папамды іздемеген.
Көт көреміз бе, бар ма ондай моменттері бар дейді. Таптым. Сен чисто көт көруге келесің ба? Таптық. Мен таптым, достар. Айттым ғой, асыл жаңа бір жерде тұрған еді ғой. Айттым саған шешесі деген, тура сол жерге саған. Ойбай, шеше. Кім анау, Подругам. Өкшаяң ба сені? Өкшаям. Жібере алмаған ба сені? Андай да ол, өкшай деген тема жігіттер. Ол сондай любой моментте шығып қалуы мүмкін да, ол ше, спиш деп ше. Күшті өмір сүріп тұрған кезінде. Өмірің алда уже бәрі нормально болған кезде спиш деген сообщение келеді, жаңағыдай өтіп кетеді да. Зор. Деп ше. О, свет бар, Құдайға шүкір. Бар бе ұйықтай енді. Бұл шеше обедте ұйықтайды екен, да, Далбаев? Нужно лечь спать, скорее стемнеет дейді. Бұған қайтан абар түн керек қой, бұған күн емес. Типа күндіз. Күндіз бір ана қыздың зайбалы шығады да, ойшым ше. Ол қыз түнде шығады. Түнде жұмыс істейді. Сменға шығады да ол. Түнде жаңағыдай жер қазады да, короче. Давай, братан, екінші ночь сен ойнасай. Жа, Ерасыл. Сен ойнай берем, пиздец әкетіп отырмын. Рахмет. Мен қорқып отыр деп ойлап қалма, Ерасыл, хорошо? Бол. Типа, блядь, какой-то ойыннан мен қорқпаймын, нихуя себе, нахуй. Так, штатив орында, камераны алдық. Друзья. Есік орында. Есік орында, стол орында, төсек орында, бәрі орында. Ана Шоу girl в этом клубе. Ана Просит қотақ снять очки. бас қыз. Неге сразу қотақ бас қыз деп айтасың? Свечка сып кетті ғой. Әй, кім бұл? Темір көкі! О, шеш. братан, всегда правило номер 1. Всегда комнатаға кіресің ғой. Стрейф етесің, короче. Диглмен. Чап еткізесің, короче. Мақта біреу. Бір қолымызға дигл беріп қойса болады ғой, хотя бы, Ша, ана төсекте чебурашка дамыр. Ол бұрыннан тұр ғой. Бағына бір. Өшіре шешетіз. Блин, біздің үйден шыққан сияқты болды да осы, Өкшайың айтшы, зайбал адам. Өзім қорқып кеттім ғой. Ойбай. Қақыл. Мен жим деп отқан едім ғой, братан. Ләш, қуырып жим деп отқан едім ғой. Малсың ба, шешең бір апта тұрған ет қой ол жерде. Қарын аш қой, братан. Қарын аш болса айтсай, шеше, Мирас, әпкеш сэндвич. Ана вокзалдағы сэндвичті әкпеш, пирожки ше, өліп қалайық жеп ше. Асқазан мына жерде тесіліп қалатын ба? Шешенің вокзалда натури пирожки жейсің ғой, ертесіне натури өліп қалайын деп қаласың ғой. Ашса енді? Заперто, было бы интересно узнать, что внутри. Кілт кілт. Кілт. Кілт подоконникте тұрады ғой, кілттер, еркек шеше. Или ненің астында, ковриктің астында. Ковриктің астында. Ой! Калоштың ішінде тұрады. Свет выше. В коробке были запасные лампочки. Шоу girl в этом клубе. Алдың бір лампочканы, соны аузыңа тық. Ебать, лампочка натуре аузыңа тықсан шығарамай қалады екенсің ғой, Анау самурай деген. Самурай емес, кім ше? Хасан ше? Хасан. Натуре жынды ғой. Соның неге самурай емес пе еді, братан, Хасан? Білмеймін, сен бұрыннан фанатсың ба соның? Жоқ, Бізбей қарап па? Самурай фан встреча! Самурай, алга, самурай! Андай маш. Бірде. Так, уровень 4. Лампочка и дневник. Лампочка сгорает. Иди за новой, найди ключи от ящика, в котором лежит дневник. Он расскажет важную часть истории. Камера по-прежнему помогает видеть обычным глазом. Деп жазып жатыр, оқсай мал дейді. Не дейді? Соны бәрін жазып соңында деп жазып жатыр, оқсай мал деп жазып жүрген ғой. Так, оқ бля. Что это за шкатулка, кәні? Шкатулкалар көбейіп кетті. Білмеймін ғой, шешең ағамыз. Говно ағылады. Біреу тышып жатыр ма төбеден? Натуре бұрады. Біреу тышып жатыр ма төбеден қарап қалсын. Натуре тышып жатыр ғой,
Ебать, төбеден түшамасам да шишең ат. До того снайпер екен да, я. Прям чул пульп деп. Чоу гер. Ey, Былай. Қасы мен далбай мыжам оғаз. Өлтіріп қарашын мен мышқа етін чайна. Тұрды да, осылай өтіп кетті ғой шешенің амы. Еще ішіне құртан алдық қотақпа драшидин деп атыр. Драшидин деп атыр қотақпа. В натуре 100%. Он кілтін іздеу. Сындыраса болмайды да. Бұны ше болады. Может, сындырсаң ана қыз ашуланады шығар. Ойдаға. Ой так, о, шешенің амы, есі жабық па? Чоу гер. Неғат Қоран есігі ұқсап ашылды ғой шеше. Болған сияқты оны. Дәшнет па? Өзіңкін. Плажный салфеткалер жинадың ба, е? Да хуя скример, да? Суна, доп, бір депші. Muchas gracias, avión. Este por vosotros. Кілт! Прикинь, гениально, братан. Анау доп кілтке қарай барады да, сен, короче, доптың арқасында жүресің, и кілтке кілтті көріп қаласың. Прикинь, допқа бармағанда сен бармайды кезде кілтке, я? Чоу герл, в этом клубе просит снять очки. Бабочки. Так, ашылды. Ішіне не бар? Дневник дейді, тамыр? Дорогой дневник, сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовился к этому 3 года для того, чтобы это было бы для меня особенным. За эти дни я воспитаю в них настоящих людей, но они не мне очень помогут. Но и они мне очень помогут. Все понял? Дальше. Ночь 58-го, дит. Night of. Сақта жоқ. Опа. Так, после... Ночь 58 білесің не істедік қазір? Біз прошлойға кеттік. Сол күнге кеттік, родной. Қазір ана... Камерама тоже, вспышка. Бұл не о? Тартып жүреміз, по-моему. Жоқ. Бұл сол кезге кеттік қой, прикинь, родной. Болды. Мынау Аня. Аня. Аня деген бағана қыз ғой. Аня деген. Аня Өзіміздің работа. Біз бағана комнатадамыз ғой, братан. Иә, родной. Бұл кезде ішесе бұзылмаған бәрі орнында. Әлі жұмыс істеп тұр ғой. Парталар свежий. Ну, как свежий? Ну, чуть-чуть, кішкене покоцанный, ну, нормально. Так, ойыншық тұр. Ештеңе айтпай-ақ қой, кішкентай балдар, родной. Түсініп тұрмын ғой, үстіне не айтайын деп тұр. Жоқ ой, үстіне заманскымен мен сені жақсы көремін деп жазып кеткен. Мен де соны ойладым. Анда артында партаның андай жері бар, бұрыш тұр ғой, бұрыш көрдің ба, бұрышын тістеп анда грыз етіп тастайтын еді бір мектепте. Қандай мектепте оқығансың сен, далбайып? Кімдермен оқығансың, шешесің? Өшті мектепте оқығансың ғой. Парта жегесіңдер ма? Аштайды, тұрғыздай бәрін шеше оятса шешең. Шешенің амы. Аня жоғалды. Айна қаны, Аня. Шеше. Бізге басына помнишь айтқан еді, айнаның қасына барасың, айнаны аласың, и айнаның алдына напротив тұрасың деп. Сонымен бір бәле леди дейсің да, 3 рет айтасың. О, салмақ көрші қазір, неше болады? 110. Бірдеңе шоқ. Отырып кетіп қалуға болмайды, басып шеше. Ох, бля. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней, она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить, предупреди всех. У нас мало времени. Пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу, мы можем успеть. Помоги мне. Не айтады сонда? Типа, Аня, нам нужно... бағана директордың несі, дорогой дневник, осында мен адамдарды өсірем, и олар маған көмектеседі деген ғой. Маған көмектеседі дегенде,
Ол может быть оларда жаман жағына қолдану керек. Типа өздері Ну, короче, бір жаман ой, ниеті жаман. Я и Да бұл қара, бұл жерде спрятал ее ключ у себя в шкафу дейді. Ну, көрдің ба? Как будто подсказка ғой бұл. 100%. о чем-то о плохом ты должна мне поверить, предупредить всех. У нас мало времени, Помоги пока я мне. спрятал ее ключ у себя в шкафу. Мы можем успеть помочь. Ой, блядь. Ага. Шкафтан кілт іздейміз ау. Директор шықпай ма қазір шешенің Не ақында. дейді, вас не дейді? А, шкатулка. Ключ. Ключ Ключ от сейфа. Сейфкан. Сейф қан, натуре. Мияқтамыз шарашли. Директордың кабинеті. Үй, далбою. Грязный ребенок дейді. Біреуді ұрысып жатыр біреу. Біреуді бір жерде ұрып жатыр. Мирас ермағында шанау дала. Мияқта адамдар ұйықтап жатыр. Жоқ, бетше шкафтарды, мына шкафты көрші, мына шкафты. Дәу шкаф. Дәу шкаф ма? Сейф жоқ екен бұл жерде. Үстін. Оны директ ана апайдың кабинетін ашшы. Апайдың ана орындығы, апайдың орны ше. Ол жақта жоқ па? Ай, Бардан генизм негізі. без не ма? На столды алып, алла таруға болмай ма? Шеше, бәсе болады екен. Қинау. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовала неосторожно, и на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Осуждаю. А Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца в Ване. По всем показателям их медицинской карты. Яков идеальный донор. Яков деген баланы алайын деді. Я подстрою несчастный случай, и его никто не будет искать дейді. Яковты өлтіріп жатыр ғой директоршы. Қотақпас. Не нужно распылить сонный газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом. Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Что, блядь? В лагерь приехал особенно мальчик Яков. У него нет родителей и родных, и он стал моим любимцем, ведь он, как похож на моего сына Ваню, как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть и не... Говорит ты, это вообще сөйлемайды екен. Говорит, он не понимает, делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал, Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатый укладывает их спать. Это может их отвлечь. Не сенер сон перед сном ұрлайын деп отыр ма? Бағана газда распылить. Газовый баллон под дверью даже оставить дейді. Мен қазір директордың қазір мен директорды ойнап жатырмын от первого лица. Просто газ жібереді да, игры сирена вернуться в класс. Ойбай шешенің амы, кім мынау е? Не қылды? Не қылды? Кім мынау? Білмеймін ғой. Яков аны бағана Алексей Сергеевич сияқты. Короче, мына мужик в ахуе. Короче, оқып шықты. Дневник Марии. Болды ма? Нормально болып қалдым ба? Қайттық шешенің амы шәуілдір. Қайтамыз ау деймін шәуілдерге шешеңізге. Болмай кетті оны. За ней кто-то находится дейді. Запер за никто. Аш есік. Ма? Мынаны қарасай. Тебе же сказали, сука, чтобы ты убирался отсюда. Оставь в покое это место. Оставь. Оставь в покое это место. Книги Марии остались пустые страницы, что можно использовать их, чтобы ответить. Ага, ты
Сан-Марияға келеміз. Взять деш. Взять дейміз. Жұртты. Немесе жазып жатыр. Так, я знаю, что это здесь. Пожалуйста, позволь мне помочь вам рассказать. Есім жоқ. Берем за Сөйлесіп жатыр қой, Я знаю здесь, что произошло здесь. Позволь мне помочь деп тұр ғой, алдап Эй! Телефон мақта еді? Көшеде емес пе телефон? Жақта. Тікеде тамыр? Сол жақта. Мінім. Біреу алды. Бөлешіш. Сен мияқа өтірік шақырды да, есікті ашып бір бөле қылып жатыр. 100%. Құдай шешеңнің. Зайбалап қайтаң әу! Қайқа. Стой. Попробовать написать записку еще раз дейді. Жазшы. Жоқ қой, қағаз бізде. Жазып отыр. Не жазып отыр? Қотағымды же деп. Қотағымды жепсән. На, короче. Типа на ответ бермей ма? Давай я тебя... Игнор етіп отыр ол сені. Хотя бы пошел нахуй деп болсын, ответ беру керек еді. Ей, артыңда. Девочки, кетсем мойнына да. Жетарыш тұрмасын жерде. Төбеге де қарап жүр екен, бірақ. Жаңа төбеден түсіп жатыр еді, біреу. Бір жүгіріп кетті ғой негізіне қарай. Сол мен естіп қазір. Типа мен нақат жүгіріп келу керек. Ба? Жоқ, не? Анау бірдеңе іздеп жүр ма дейді. Туалетный бумага іздеп жүр ол. Чё, girl, в этом клубе просят снять очки. Ночные бабочки. Ответ. Меня обвинили, но я этого не делал. Уходи отсюда. Да. Яқта, я? Жоқ. Может, сені де ашылатын шығар? Жоқ, взаимодействие етуге болмайды ғой. Жігіттер. Мен жаман намерениесіз кеп тұрмын. Уровень 5-тан өтіп кеттік қой. Өтіп кеттік қой. Қашан өтіп кеттік қой жодан, Шкатулка дей ма, музыкальная? Аша болмаса, оу! Кім бар өзі? Тағы да бірдеңе жазып алды. Дайындалыңдар жиги, нежданный шығатқыз дейді. Тебя зовут Яков, дейді. Я ничего не делал, дейді анау ше. Анау бала ғой, значит, родной. Значит, мынау Яков қой мынау, который Яковтың почкасын алмақшы болғанда, бірақ получается Яков кінәлаған ғой, бір істеген. Я этого не делал деп ақталып отыр. Бірақ басын жан-жаққа қараған кеп тұрған жақта, ана жерде ше. Жай бұрылшы. Құдақ бас. Жоққа болма. Бір алып қойсын, айтып қойды. Ебать, такое жазып тұр. Да, здесь я могу общаться со своими друзьями. Мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать, что ж их. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу, и те люди придут за мной. Ну, типа, живой масон, да? Там реально живой пацан масон, да? Нана, короче, она қорғап жатыр кім духтары ше. Сука, тұрсың азы. Бас. Пиздец тұр ғой, Роналду болып тұр. Чудо, ба. Учет gracias afición, это про высотрош. Кто твои друзья, почему они здесь? Пиздец, общение стало. Зай, балбыр, WhatsApp ба бір бөле тарта замай ма, шеше. Тікті ғой, шеше, әлден бері әңгімелесіп ше бұлар. Артынан біреу ғой. Әже, анау ғой. Мынау бір сөйтіп жатыр. Берзе ответ. Алло. Чоу girl в этом клубе. Тағы да дохуя нәрсе жазып алғанбыз. Мышканы атқан.
Духи этого места, те, кого здесь мучили, они остались тут в заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел, наверное, это был тот человек, с которым говорил директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех поживающих и директора. Да, мужик, бәрін өлтірген ғой, короче, отравить етеді. Бірақ мынаны... Ой, яқтау демей енді, айналып жүрген ба? Қоян уже жоқ. Қоян съебался. Все это задумал директор лагеря. О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Сергей Алексеевич, хоть заебал. Терезен қара. Ера терезен қара, ана терезен тақылып тұр. Жағым бұл. Ответ келді. Қыздан өйтіп күтпейсің, қуанбайсың, қыздан келген ответ келсе, ебай, это все она, я видела, как наша директорша, а директор разговаривала с кем-то в старой больнице недалеко от лагеря. Они договорились о том, что ночью выполнит свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами, но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции, только иногда выходить в комнаты. Ебать. То здание, ебать. Хайда ол здание? WhatsApp'қа шығып қырылсаңдаршы болмаса жеге. Сай бал шықты ғой сол. Екеуінің сөйлескендерін шеш. На баласы тіккен сен ұзақ жаздың. Сенің ұзақ жазатын досың. Андай, күте одасан үш точка шығып тұрады. Не ол? Чоу герл, бет. А где госпиталь? Заброшенный госпиталь. Он есть старший игрок, короче, Шоу-герл в этом клубе, бросьте. Бюджетті жоспарлау министрі болып табылады. Және спорт министрі мәселе бойынша өзгерістер мен толықтыруды енгізу туралы директор бар. Және спорт және туризм. Не жазып отыр анау? Директор таза шоу в этом клубе. Директор таза шоу герл в этом клубе. Накрутканың есі шығып тұр ғой дейді. Ненің? Накрутка. Накрутканың есі шығып тұр ғой дейді. А, типа зрительдер ма? Көбіміз ғой 400 адам отыр ғой. Так, мен мынау зданиеге келдім. Да, бұл здание вообще пиздец. Не отыр, сасып отыр бұл здание. Бұл больница. Больница. Так, жерде бірдеңе бар ғой. Чөт аз ғой дейді. Ну, өзің стримить етіп көрші, сенде қанша адам отырады екен? Joe Girl в этом клубе. Просит сядочки. Я только что пришел, мне нужно найти доказательства. Сен біреуге бір нәрсе доказать етіп қойшы бауырым. Сен тура осы жерден қайдаяқ шеше. Есік ашылмайды. Қайсы шеше? Төбеге қарап қой. Курить на лестничных клетках Аллах запрещает. Сонда осы СССР кезінде кімнің қолы бар темекі шеге берген адамдар похуй любой жерде. Может, жерлерде бір нәрсе алу керек.
girl в этом клубе. Не бар шишенің атамызда. Эй, эй. Не алды? Ебать, шкаф. Не шкаф. Вот после войны десятки везде попадают в приют ровно того, как потеряли. Хуй знает, что делать? Чё girl в этом клубе? Снять очки. Висим за чат? Ох, бля. Қысылып тұр, масылып тұр. Не только саусақ ауа өтпейтін болып тұр ғой. Что она? Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение 6 лет. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операции по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавить свою должность. Детский дом закрыли, здание стало заброшенным. Ебать. Ощё. Вообще звонда мамаған. Это место. Не отпустить, если я должен закончить. Долбоёб, блядь. И Чё Ассаламу алейкум, Не знаю, доживу ли я до утра, потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф и стену. Я боюсь идти за ней и отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это, или может это все возбуждение, которое устроит после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то поделки из перьев и паутины, а также нигде не видел, выглядят они жутко и пахнет оттуда, как будто Короче, понял? Ладно, выпью еще и стакан и лягу спать до утра. не дейді сонда? Блять, бір әйелді көрдім дейді, пиздец, әкетіп отыр дейді. Ну, короче, типа, охрананың несі анау, а? Бір әйелді көрдім, әкетіп отыр, Чоу Герл в этом клубе. Читать этого романа же требовал. Чоу Герл в этом клубе просит снять очки, ночные бабочки. Так, не, на нашей. Бәрі нашты До того қызық емес пе мына хоррор, неғып бәрі шығып кетіп жатыр. Я знаю, что поступило плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвести, никто не должен знать о наших делах. Сварщик. Понял. Жаңа директриса оны. Чоу Герл в этом клубе просит снять очки. Алло. Кім бұ? Жоқ, сука, не осы дес келгенде балдырған. Болтарес бар, алло. Чоу Герл. Болтарес. Батарея болгарки. Не oldu долбоёб? О жер сілкіп кетті. Сонша ашуланған не шешеңіз? Мінезін көрсетіп ұқтың ма? Ебать, Мына жерде ба почканы шығарған. Брат, ана гинекологический не сияқты ана, сол сияқты.
Гинекологтың кабинеті ма бұл? Бірақ мына бір нормально. Урологқа барғансың ба? Вообще ма? Тексерілмегенсің ба? Бір тексеріліп көр. Может, шіріп атпасын? Керек негізі. Тексеріліп тұру керек, конечно. Я не успел это, его спасти, я не верю, это не может быть. Это не мой Ванечка, я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Классно, нормально. Балтарес! Болдорез. Мына обратно қайтамыз, да? Болдорез алып. Обратно. Чего girl в этом клубе? Просит снять очки. Шли ондай болып атқан жоқ қой. Алио. Бала... Қорқпадың ба? Ебать малсың ғой сен, а? Долбоеб псих ба бірдеңе осы ерасыл ше? Қорқам негіз кейде берсе бересің. Ашсай? Тура осы жерде қазір бізді ұрадан бұрышқа барып чоп етіңіз. Именно осы бұрышқа жа. Осы бұрышқа екі тірейсің да осылайша? Екі қол, екі аяғын тірейсің да. Ай дейсің. Ой, заебал ма айқайлап шығып ше. Мен, қайде мен наушник қатты шығып жатыр ше қолтақпас. Сен жай оқып аласың ғой сен. Құдай ақпарым бірдей. Цели бар есікті балтарезбен амын шығарасың деп мақұл. Бұл ше. Не бұл? Кім сап кеткен ана суретті? Екінші тәуіліп келсең, есікті ашып береді екен да өздері ше. Ебай коридор созылып кеткен ше. Бәрі мужик шығады сияқты. Женщина жүр деп айтты ғой. Сол әйелдің несі ғой. Шамның кірішін әйел. Ох, бля! Как за столько лет ее тело не разрушилось. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. Я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь. Мына директриса асылып тұрған. Ваняның шешесі. О, шешенің ам. Жоқ па енді? Қайқа кетті ол? Жұмыстан келдім. Жақақтанам бұрадан. Тут документы. От 1958 года Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так представляться и отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь и с кем она разговаривала, когда ее видел Яков? Есть еще кое-что. Документы о свидетельстве смерти – это ее сын Иван. Он умер осенью 50-го года. Видимо, она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Unlock. Свидетельство о смерти. Қайшыла елуінші жылы октябрьде. Петрович. Шықпасын төбеден түсіп жүр. Төбеден түсіп тұрған сияқты уже. Жоқ, нормально. Батя, нормально. Болмас. Секунда. Жаптық. Ашты. Үш рет ашып тапсаң нормально болып кетесің деген жоқ па тіпті. Басқа дым жоқ қой, Ебать, один шаг. Оп! Нужно убраться отсюда как можно скорее. Киту говорит. Бля, каша. Малсың ба не қорқпайсың сен? Жақыннан жұмқа бадырым ғой. Пошел нахуй, блядь. Не қорқпайсың? Бүйтіп қорқпай отыра аласың. Нормально, өстіп отыра бересің.
Куда сядите? 3 недели спустя. Уақыт деген сымырап өтіп отыр кәдімгідей, а? 50 жыл өтіп кеткен ба? Джокер. Бамперс бар ғой. Сап қойған ғой астына бамперс ше. Трей, Яков. Юмусте. Привет, Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдет и обвинят в том, чего ты не делал. Я во всем позабочусь о том, что ты тут живешь со своими друзьями. Охраняйте и дальше это место. Теперь это по праву только важно. Твой друг Алекс Моктор. В общем, жақсы. Бітті ма соның? Біті ма Осман? Это по идее. Об этом расскажу позже. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58 года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге, но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы, и там у меня будет необычное дело. В этом я расскажу позже. Джокер в этом клубе просит снять очки, ночные бабочки. Болды все, а? Болды ма? Походу? Или бар ма? Че, чат? Анау бағанағы ведьма туралы ол часть сияқты. Ну, по идее, да. Типа, келіп отыр ғой бізді. Ойын жақсы. Ойын қызық екен, иә? Мен қазір барып трусымды ауыстырып келейін, иә? Иә, мен де кейін, сенен кейін мен ауыстырамын ғой, қашы? Әйтпесе, менікі де кішкене андай. Кішкене толып қалды да трусым. Ладно. Уже еш шығып жатыр ғой. Иш шығып жатыр ма? Менде де иш шығып жатыр. Так, бізбен бірге до конца отқан балдар қыздарға рахмет, жандарым сол. Маған бәрібір ғой, 10 адам мен болсын, шешеп, 5000 адам мен болсын, бірге ойнап отырсам болды. Вайп создавать етіп отырсандар болды от души. Хорошо? Рахмет, жандарым сол, мен сендер қатты жақсы көрем. Қазір бұл видеомыз примерно жақын арада шығады, ютубқа шығады мына ойнағанымыз. Так что күтіңдер, хорошо? Шыққаннан кейін ютубқа лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, барлығын там актив көрсетіңдер. Так, достар, рахмет, сіздермен бірге болған Фади және мен қасымда Ерасыл екеуміз бүгін хоррор ойнадық. Екеуміздің памперсіміз толды, біз соны ауыстырып келейік. Көргендеріңіз үшін рахмет, лайк, комментарий. Короче, білесіңдер ғой дальше больше. Давай, балаша, пока. Связь.